Қайырлы кеш оқырмандар, бүгін сіздерге дәмі нәзік, әр адамның көңілінен шығатын заварные колечки деп аталатын десерттің рецептісімен бөлісемін. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркелу батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен суымызға тұз және май салып отқа қоямыз. Мүмкіндігімізше ыдысымыздың асты қалың болуы тиіс. Май ерігенше араластырамыз. Қайнай бастаған сәтте өшіріп, ұн салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Енді қамырды басқа ыдысқа ауыстырып, бір жұмыртқа салып, миксермен араластырып, кейін қалған жұмыртқаны да дәл осылай кезекпен салып араластырамыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді насаткамызды, менде 333 номерлік насатка, пакетке салып, жаңағы қамырды саламыз. Барлығын салып болған соң пакетімізді орап, видеодағыдай сақина тәріздес құямыз. Дайын болған сақиналарды алдын ала қызып тұрған пешке 200 градус температурада 30 минут пісіреміз. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін сүтке қант, какао, жұмыртқа және крахмалды салып, араластырып отқа қоямыз. Отқа қоюланғанша араластыра отырып пісіреміз. Міне креміміз дайын, енді суығанын күтеміз. Дайын болған эклерімізге кремді осылай кіші насаткамен болмаса шприцтің көмегімен құйсаңыздар болады. Үстіне қалауыңызша қант пудрасын сепсеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын.